Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге кәді қосып жасалған құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен кәдіні жуып тазалап, сыртын қабығын ашып аламыз. Кәдіні үкіштің осы кіші бөлігінен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізіп алдым. Үстіне сүт, бір жұмыртқа, тұз қосып, бір қалыпқа келгенше араластырамыз. Астықтың үстіне қопсытқыш салып, електен өткізіп аламыз. Үстіне сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Құймақтарды екі жағы қызарғанша пісіреміз. Менде осындай әртүрлі смайликтер бейнеленген таба. Сіздер кез келген табаға пісірсеңіздер болады. Құймақ дайын, жып-жұмсақ болып піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Қаймақпен де керемет жарасады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Ас болсын.